келін болып түскен сәттен бастап мүлдем үніңізді шығармайсыз, көп тамақ жемейсіз, сүтті шай ішпейсіз, ешқайда қыдырмайсыз, жолдасыңызға мені қыдыршы деп сұрамайсыз, түнгі сағат 2-де ұйықтап, таңғы сағат ерте 5-те тұрып аласыздар, тіршілігіңізді жасап, барлығын жасайсыз, кешке шейін демалмай, жыбыр-қыбыр әр нәрсені жасап жүруіңіз керек, ешқандай да ақша ұстамайсыз, сұрамайсыз, құртпайсыз, бірақ қонақ келгенде үнемі дастарханыңызды жайнатып қоюыңыз керек. Киім-кешек, бет күтіміне өзіңізге керекті жеке затты алуға болмайды, себебі сіз келінсіз, үйде ешқайда шықпай жүресіз. Сосын төркінді, петрушка дегендерді ұмытқаныңыз вообще күшті болады. Телефон ұстамайсыз, жыл сайын туасыз, барлығын заказбен ешқандай да шатастырма. Ұл десе ұл, қыз десе қыз, егіз десе егіз, сегіз десе сегізді туыңыз керек. Оның барлығын шатастырып алуға болмайды, себебі оның барлығы келіннің қолында. Күйеулерің түнімен қыдырып, таңға жоқ келсе де, жұмыс жасамай диванда жатып алса да, сен вообще ләм-мим деуге болмайды. Сосын өзіңіз туған балаларыңыз вообще 1 грамм ауруға болмайды.